Ей, батыл балақай, жарықты өсірсеңші, түнде не істеп жатырсың? Мен негізгі күштер жайлы оқып отырмын. Мынаған қара, дашботпен мотобот бір ғаламшардан екен. Екеуі бір жерде жасалыпты. Сода не бопты? Сені ме? Негізгі күштер жайлы білмесең, несіне қорғау соғып жүрсің? Батыл балақай, Гопал! Командир! Маған тезірек келіңдер, және очығытты алып келіңдер. Жарайды, командир. Ертең барамыз ғой. Сен не дейсің? Тезірек кел! Командир бізге қандай тапсырма бермекші? Мен де білмеймін. Қана, сендерді де шақырды ма? Өзі бұнда не болып жатыр екен? Сен! Қару-жарақтарды ана шаққа қарай апар. Бұнда өзі не болып жатыр? Бізге капитан Кайсодан шұғыл ақпарат келіп түсті. Оның айтуы бойынша бізге ғарыш қарақшылары шабуылдамақ екен. Ғарыш қарақшылар ма? Қане көрсет. Олардың басты көздеген аймағы күн энергиясын жинап, оларды тарататын күн станциясы болып тұр. Демек станция энергия жіберуді тоқтатса, онда ғаламшарлар? Демек одан күн энергиясын алатын ғаламшарлардың бәрі мұз болып қатады. Сонда біз оларды қалай тоқтата аламыз? Демек біз бұл шабуылдың алдын алуымыз керек. Дұрыс айтасың. Сендер капитан Кайсоға көмектесу үшін қарақшылардың аймағына барасыңдар. Және капитан Кайсо тағы бір ақпарат берді. Оның айтуы бойынша оларда негізгі күш болуы мүмкін. Негізгі күш дейсің бе? Қандай негізгі күш? Қазір сондай деп болжам жасап отырмыз. Егер олар шабуылдайтын болса, демек оларда негізгі күштің болғаны. Әйтпесе олар шабуылдамайтын еді. Сендер оларды тоқтатып қана қоймай, бізге негізгі күштерді алып келулерің керек. Жарайды, адмирал. Тоқтаңыз. Біз ол жаққа қалай барамыз? Қарақшылардың киімімен бе? Мен бұлай болады деп ойламап едім. Біз де солай киіндік қой. Менің бұлай киінгім келіп тұрған жоқ. Ұрсуды доғандар. Одан да тапсырманы тезірек бітірейік. Дайындалыңдар, біз қарақшылардың аймағына келдік. Мынау сөйлейтін ақылды құс екен. Қалайша, сонда сен бізді атып тастамақшысың ба? Бұларды көз жойыңдар. Тоқта! Бізді қарақшылардың өздері шақырған. Біз бұл жерде бәрін тазалап шығамыз. Ақпарат дұрысталды. Бесінші базарға баратын боласыңдар. Аман қалдық.